Сәлем достар, Ойлантап Кыз каналына қош келдіңіздер. Әр елдің өзінің ұлттық тағамы бар. Бүгін біз сізге 15 дүниежүзінің ұлттық тағамын ұсынатын боламыз. Ал ендеше дәмді саяхатқа дайын болыңыздар. Алдымен каналға жазылып қойыңыздар. Вареники. Ішіне картоп, ет, ірімшік немесе жеміс салынған қамыр тамағы. Бұл қай елдің ұлттық тағамы? Украина елінің ұлттық тағамы болатын. Келесі дограма. Дограма нан, ет және пияздан жасалатын қарапайым, бірақ тойымды тағам. Бұл қай елдің ұлттық тағамы болуы мүмкін? Дұрыс таптыңыз ба? Түркменстан. Келесі хинхали. Хинхали үлкен тұшпара секілді, ішінде ет пен дәмдеуіштері бар тағам. Бұл қай елдікі болуы мүмкін? Жауабы Грузия. Құртоба қуырылып піскен ет пен пиязды шелпекпен қабаттап жасайтын тағам. Бұл қай елдің ұлттық тағамы болды екен? Тәжікстан. Дұрыс таптыңыз. Палау. Палауды бәріміз білеміз, қызыл сәбіз, пияз, ет және күріштен жасалатын майлы дәмді ас. Бұл тағамнан қателеспейтін боласыздар. Әрине, Өзбекстан. Борщ. Қызылша, картоп, қырыққабат қосылған қышқылдау етті көже. Бұл тағамда да өте жақсы білесіздер деген ойдамын. Әрине, дұрыс таптыңыз. Ресей. Орыстардың ұлттық тағамы болатын. Долма. Жүзім жапырағына оралған ет пен күріш қоспасы. Бұл Арменияның ұлттық тағамы. Келесі лявенки. Лявенки қыздырылған тауықпен немесе балықтың ішіне жаңғақ, пияз, дәмдеуіш салып пісірілетін тағам. Жауабы Әзірбайжан елінің ұлттық тағамы. Кебаб. Кебаб көмірде пісірілген еттен жасалатын тағамдардың жалпы атауы. Бұл қай елдің ұлттық тағамына жатады екен? Жауабы Түркия елінің. Келесі Пекин үйрегі. Қытырлақ болып қорылып жасалған үйрек еті көкөніс пен соуспен беріледі. Тауып көріңіздер. Дұрыс таптыңыз деген ойдамын. Қытай. Бибимбап. Бибимбап күріштің үстіне көкөніс, ет, жұмыртқа салынып, ащы соуспен араластырылып жейтін тағам. Дұрыс айтасыз. Корея. Карри. Карри бұл қою тұздықпен пісірілген ет немесе көкөніс күрішпен бірге беріледі. Бұл тағамның атауында жиі естіген боларсыздар Үндістанның үндік фильмдерінен. Бирияни. Дәмдеуішке малынып, дайындалған күріш пен ет тағамы. Бұл қай елдің ұлттық тағамы болды екен, достар? Жауабы Пәкістан. Кабули палау. Сәбіз, мейіз, бадам қосылған қош иісті күріш асы. Тауып көріңіздер, қай елдің ұлттық тағамы? Жауабы Ауғанстан. Чело кебаб. Күріш пен отта пісілген ет кебабы бірге беріледі. Бұл қай елдің ұлттық тағамы екен? Яғни Иран елінің ұлттық тағамы. Осымен достар, біздің ойынымыз аяқталды. Ойын сіздерге өте қатты ұнады деген үміттемін. Ойынымыз ұнаса лайк басып, комментарий жазып, неше балл алғаныңызды жаза кетіңіз. Сонымен қатар каналға жазыла кетуді де ұмытпаңыз, колокольчикті басуды да ұмытпаңыз, себебі бұл видеоның екінші бөлімі келесі аптада шығатын болады. Келесі видеоларда кездескенше
қош сау болыңыздар.